Мына Тараз қаласы бар ғой, өзінен өзі суып кетті. Осындай кезде футболка киіп жүгіріп жүрушек, қыстық киімнің бәрін коробкаға салып тығып тастағам, шығар дейді. Шығармай отырмын. Үндемеймін. Жылайды ғой күн, ертең жылайды. Жылайды дегенге 2 апта болды, шығар дейді. Шығарғым келмейді, шығармай қойдым. Бәрі бүрсеңдеп жүр. Мына нәскиді айтамын да, мына бір пар қаяққа кетеді, бұған ұры келе ма, қайда кетеді? Бәрін бір сорт қылып алу керек екен. Сонда рахат, анау жоқ болса, ананы парлай бересің, ананы парлай бересің. Неге азанда осы жерде нәски іздейміз ғой. Арсалаңдап, ар жүгірем, бер жүгірем, ар жүгірем, бер жүгірем. Жоқ. Біреуін табып, нан біреу қайқа кетеді, Құдай айтты. Осы жерде ғана тұрған еді ғой, осы жерде ғана тұрған еді ғой деп қойым. Жерден жеті қоян тапқанда, ойбай деп біреуін тауып әкелсем, табан жыртық болып шығады ғой. Құдай, мұнан қашан жыртқансыңдар, кеше ғана сау тұр. Әйтеуір өзің басында алып шығасың я, көрінген жерден ше. Тұр ғой, ананың үстінде тұр ғой, тегіт, неге таппайсыңдар, тұр ғой. Қарасайшы. Күл болмасаңдар білбіңдір, ауыр батырым. Қойшы айналайын тегі. Маза беріңдерші, әкел, көрпе жапшы үстіме. Аяғыңмен кіргеніне өзім алып беретін емға айтпайсың ба? Өлейін деп жатса тұрғызасыңдар ғой сендер тегі. Аяғыңмен кіріп келгеніне мына үйдің ішіне я. Кім келатыр дейді? Әке келатыр, шай қойсын дейді. Аспиринмен бір су әкеп беріңдерші басыма. Ауырып баратыр тегі. Бір аспирин ана холодильник үстінде тұр, әкеші бері. Ішіп алайық, тұрайық. Мал келетін уақыт болды ма, сағатқа қарашы, тұрайық.